жоқ, ол жерде бірақ мағына бар. Құран кітап қаланың қаласы деп көрсетілген ол жерде. Қаланың қаласы Меккенің маңайындағы тұрғындарға арнап түсірілді. Мына қасиетті кітап Құран деп көрсетілген ол жерде. Басқа не айтуға болады? Сосын айтылған ғой, және Аллаға сенетіндер деп артынан қосылған несі бар ғой. Сөздер, неге сіз оны айта кетпедіңіз? Қай жерінде, қай сүреде? Сол сіз айтып отқан сүрені до конца оқысаңыз, сол жерінде не бар? Оның жалғасында ол именно Меккенің маңайындағы тұрғындардың ішінде, сол Меккенің маңайын тұрғындардың ішінде де Аллаға сенетіні болған, сенбейтіні болған ғой. Ол именно осы сүренің ішінде именно Меккенің маңайындағы Алласына сенетіні бар, сенбейтіні бар. В общем, сол Меккенің маңайындағы именно тұрғындарға арналды деп отыр. Ол жерде неге онда бүкіл әлемге, бүкіл адамзатқа деген ол жерде сөз жоқ. Сол Меккенің маңайындағы беғара оны жақсылап оқитын болсаң, жақсылап оқитын болсаң, ол Меккенің маңайында да сол заманда Аллаға сенетіні болған, сенбейтіні болған. В общем, сол Меккенің маңайындағы сенетіні бар, сенбейтіні бар. Сол Меккенің маңайындағы тұрғындарға арналды деп жазылған осы сүреде. Түсіндің бе? Әркімнің өзінің шындығы бар, мен сізге айтсам, сіз сенбейсіз ме? Ол жерде не саған не шындық? Саған черно по белому анық жазылып тұр. Жақсы. Онда Шыңғысхан туралы бір сұрақ қояйыншы. Қойш. Кейбір мәліметтерде оның 1000 әйелі болған дейді, кейбірлерінде 500 әйелі болған дейді. Сіз жалпы осы дұрыс деп ойлайсыз ба, или ойламайсыз ба? Досым, санап айтып берейін ба, қанша қатын болған? Оның қатындарында не жұмыстарың бар? Ол керемет хан болды ғой, сендерге какая разница? Жоқ, жалпы дұрыс деп ойлайсыз ба? Сендерге де 5 қатындан бар, қос қатыннан неше сендерге дұрыс деп? Шыңғысханның официально 3 қатыны бар, 3 қатыны болған, официально. Болды. Оны естідім. 3 қатыны бар, болды ол. Ол өзінің күндерін талай бересіңдер ме? Күндері болған канизаттары дейді. Гарем деп айтады ғой, сондай. Сенің басыңыз сені бар, саған не қатысы бар Шыңғысханның қанша әйел болған, ол өзі біледі қанша әйел алса да. Саған сен не жұмысың бар оның әйелдерінде? Әпке, енді ол политик болған екен, ол кезде хандардың арасында бір-біріне сұлу әйел сыйлап, мемлекет жақындастыру деген саясат жүргенде, құдаласу деген сияқты ше. Сен одан да Шыңғысханның елге сіңірген еңбегін, қандай жорықтарға барды, қандай жерлерді өзіміздің ұрпаққа қалдырды, соны айтпайсың ба сен? Міне, етектен төменгі әңгіме, сен кім-кіммен жүрді, қанша әйелі болды, осыдан басқа түк айтпайсыңдар сендер. Одандай Шыңғысханның ерлігін, ақылдылығын, даналығын, қандай ақыл сөздер қалдырды, қандай дана сөздер қалдырды, соны айтпай? Енді тоқтаңызшы, бірақ енді сіздің істеп жатқан істеріңіз дұрыс па? Мысалы, біздің пайғамбарға сөз тигізіп жатсыздар. Мысалы, мен Шыңғысхан туралы қазір ештеңе айтпадым, просто айттым 500 әйел алған дұрыс па? Или дұрыс емес па? Сен сол арқылы жамандап тұрсың. Дәлелде болса, ол 500 қатын алған. Сол арқылы жамандап тұрсың, сен немен жамандап тұрсың Шыңғысханды? Точка қоятыршы, точка, есім кім сенің? Есім Жасұлан. Сен жаңа пайғамбар деген сөзді қолданбады екен. Иә. Ол анау арабтарға келді, Расул деп айтты оны. Біздің қазаққа келген жоқ. Пайғамбар деген ол қазаққа сөзі. Мысалы, жаңа қателердің өздері информацияны Google-дан алады да. Енді мен неге Google-дан алсам, ол дұрыс болмай шығады, айтсаңызшы. Жоқ, саған не қатысы бар, алса ала берсін, ол личный өмірі ғой. Сен біреудің ол қанша қатыны бар, төсекте кіммен жатты, сен оны айта алмайсың. Ол личный өмірі. Сен қазір өсекші қатын болып тұрсың. Ананша әйелі бар екен, мынанша әйелі бар екен деп. Сен одан да ілім, білім, ғылым, тарих, соны айт. Бүйтеді, дурак лезет в чужой постель дейді, білесің ба? И в чужое белье дейді, копается в чужой белье дейді. Сен қазір копаешься в чужой белье. Сол сен еркек мінезіңе сол жараса ма, біреудің түрсейін әңгіме қылып тұрсың ғой сен. Ананың анандай қатыны бар, мынандай қатыны бар деп. Сен не жұмысы бар, кімнің қанша қатыны бар екенінде? Сөзіңіз бөлсем бол ма? Жанар әпке, мен мына жігітке сұрақ қоясың. Армысың бәрі. Иә, көп айтып еді. Мысалы, пайғамбар 6 жасар қызға үйленген ғой, сол дұрыс па? Жігітше айтшы просто. 6
6 жасымда некеге түседі, бірақ төсек қатынасы ол кезде не істемеді ғой. 9 Сен жанында отырдың ба? Жанында отырдың ба қарап? 3 жыл бойы 9 жасқа дейін? Аузын шабады. Свеча ұстап отқан ғой, свеча. Жоқ, бұл ерунда, бұл анау 6-7 ғасырдағы ерунда қазір ютубта жүр ғой. 70-80-ге келіп қалған бір шал 6 жасар ма, 5 жасар қызды ерінен сүйіп отырғаннан кәдімгідей көрдіңдер ма? Сол точка сол дұрыс па? Айтшы, жігітке жараса ма, мысалда? Сен позволяешься сондайға, сен өзің туысқан қарындастарыңды айтсың, жігітше. Мен енді ол кездегі понятие сәл басқалау кетті, бірақ ол мысалы по факту 6 жасар қызға тиіскен жоқ қой ол. Ол Айшаның Қайдан білесің, сен немене свечка ұстап тұрдың ба? Майшаны жағып отырдың ба сол кезде? Негізгі қандай мақсатпен десе болады, негізі әйелдердің басқа ештеңе жоқ өрде. Жоқ, Айша апамыз бар ғой, именно осы білімді таратқан осы кісі болады ғой негізі. Себебі жассыз болған. 6 жасында маған үйленді, 9 жасында төсекке түстік дейді. Дұрыс па? Негізі кейбіреу 9 дейді, кейбіреу біраз уақыттан кейін 15 жасында деп жатыр. Өзі Айша өзі айтқан, өзі 9 жасында. Неге өзің өтірігін қосып жатсың 15 жас деп? Неге өтірік айтасың? 9 жаста жыныстық қатынасқа түскен деп айтылған ғой. Ол содан кейін бала көтере алмаған мысалда. Енді тыңлаңдар. Мына Ауғанстанда мысалға 70-ші жылға дейін, 79-ші жылға дейінгі қандай цивилизация болғанын көріңдер да ютубтан. Ал қазір қандай жағдайға түсіп кетті? Бәрі исламист болып. Соны көріңдер. Жалпы Ауғанстанда исламға кіріп кеткен жаңағы еркек пен еркек билеген кезде жаңағы жиындарында билеген бала қыз болып билейді, содан кейін сонымен ақшасын кім көп төлейді, сол қатынасқа түседі жыныстық. Еркек бала, жас бала, 14-15 жастағы бала. Бача-бази деген, бірақ ол мұсылмандарда ондай нәрсе жоқ. Исламда бача-бази деген. Неге жоқ? Көрсетші маған, қай Құранның қай сүресінде, қай хадисінде бача-бази туралы жазылды? Көрсетіңдер. Мынандай нәрсе көрдім да, мен кеше тыңдаңдаршы, кеше бір діншілдерді, өшім діннен хабары мықты. 3 адам ба, 4 адам отыр да. Сонда анау Айшаны кәдімгідей 1 сағатқа біреуге беріп, 1 сағаттан кейін қайтадан қатын қылып, 1 сағатқа біреуге беріп, сондай нәрсемен айналысқан аяттар бар екен, прикинь, аяттар. Көрсетіңіз маған, көрсетіңіз. Ондай не айтуға болмайды. Маған просто көрсетіңіз, как она есть. Сендерде бар екен ғой, 1 сағатқа неке дейтін не аяттар бір нәрселер бар екен ғой. Сен қазір мен саған аятымды айтып беремін қазір, просто телефондан шыға алмайын да. Тыңда қазір аятты айтамын, қазір сөйлесе беріңді де, қазір екінші телефонмен тауып айтамын саған. Мысалға қара, егерде әйел мен еркегі үйде ыдыс-аяқ шылдырламай тұрмайды деген бар да қазақта. Ұрсып қалды. Сөйтті дағыны еркек жынданып талақ деді мысалға да. Сонымен ажырасып кетті дейді. Содан кейін енді анау қайтадан үйленемейді екен оған. Басқа біреуге қосылып, одан кейін одан талақ алып, одан кейін барып қайтып алуына болады екен да мысалға. Иә. Солай. Ол не негізі талақ туралы айта кетейін. Талақ ол енді развод. Сен Арапқұл атың кім сенің? Арапқұл атың кім сенің? Мен сізбен сөйлеп тұрған жоқпын. Мен Сұлтан деген кісіге айтып отырмын. Жоқ, талақ деген енді развод қой бір сөзбен айтқанда. Бұл ақкрасовка бұның аты. Арапқұл, сенің атың кім деймін сен? Жасұлан. Сөйтіп айтсашы енді. Енді айтсашы, сіз айтыңыз маған, аят тауып келем дедіңіз. Мен қазір Сұлтанмен сөйлесіп отырмын. Сен тыңда, мен саған бача-бази туралы айтпаймын. Айтыңыз. Маған именно хадисте, қай Құранның аятында жазған сол туралы айтып бересіз, мен қазір іздеп көремін. Жоқ, бача-бази туралы айтып берейін саған. Сен айтып отырсың, мұсылманда жоқ деп отырсың, исламда, иә? Енді қара. Сіз айттыңыз маған, хадисті аятта тауып беремін дедіңіз, соны маған көрсетіңіз. Сен тыңдасашы сендер ойлайсың ғой деймін, бәрі аят пен хадисте ғана бар деп, сондай доказательство жаңа айғақ. Ол деген, оның бәрі хадис пен аятқа сыймайды олардың бәрі.
Үйтіп бәрін жаза берсе білесің ба, том кітап болатын еді ғой. Оның бәрін жазса. Әрине ол жаман жақтарын жазбай сөйтіп жасырып қойған кейінгілерің мысалы. Ана ғалым сымақтарын елдер көрмесін, басқа мемлекеттер көрмесін деп. Әйтпесе ол жазылған да шығар ол кітапты жойып жүрген шығар, қаяқтан білесің оны? Жоқ, сіз сен мысалы өзің сен сөйтіп қалдырдың бердің мен мысалы. Жоқ, тыңдасашы мені. Бажа-бажи деген егерде исламда жоқ болса, сол мына нағыз исламды сұмдық ұстаған Ауғанстан, ол пәтуа шығарушы еді, сол жақтың имамдары ше. Мынау болмайды, бұл исламда жоқ, бұл харам нәрсе деп ше. Олар өйтіп пәтуа шығарған жоқ, ол деген ол жақта еркін нәрсе бар да, ол нәрсе ше. Және де ол басқа да мемлекеттерде де айтып жатқан жоқ, қарсылық көрсетіп жатқан жоқ. Мысалы, араб мемлекеттері болсын, қайсы Пакистан болсын, басқа ешқайсы оған қарсылық ештеңе айтып жатқан жоқ. Яғни бұл нені білдіреді? Яғни бұл исламда бар деген сөз ол. Сендердің жаңағы қазіргі мына имамдарың айтып жатыр ғой, аты тілігі бар костюмді кимеңдер, оның кезінде гейлер киген деп ше. Кезінде киген гейлер, қай гейлер киген? Арабтың гейлері киген соны. Сол жаңа гейлердің мұртын, сақалын өсітпеген, көшеде жүрген кезде соны білген гей екен, соны атын тіліп қойған киімнің арт жағын. Ал жаңа ол гей еместері сақал қойып жүрген. Білесің ба сен соны? Өзім күлем сол имамға ше. Негізі бір ілімі жоқ адам екен, себебі костюм ол. Неге күлесің? Ілімі жоқ емес, ол шындықты айтып отыр ол. Мен оған сенбеймін мысалы, мен оның айтқанына сенбеймін. Именно сол имамға. Әрине сен деген ондай жағын қорғайсың ғой. Ол имам. Хадисін көрсетемін дедіңіз бача-бажи туралы. Неге соны көрсетпей жатсыз? Мен бача-бажи туралы хадис көрсетемін деп мен айтқан жоқпын. Ондай әңгіме мен аузымнан шыққан жоқ. Көрсетемін дедіңіз. Ислам айтыңыз, көрсетемін дедіңіз. Үйтіп айтқан жоқпын мен. Оны сұлтан айтты саған. Сұлтан айтты басқа нәрсені айтты. Бача-бажи туралы айтқан жоқ ол. Сұлтан деген сен үйтіп жала жаппаса сен. Ол бача-бачи деген жала жаппаса сен. Ана еркек жаппаларды билетіп. Мен үйтіп айтқан жоқпын, өте соқпа жала жаппай сен үйтіп. Жарайды, мен саған былай кетіп берейінші. Сен бажа-бажиң сен мойындамай тұрсың ғой. Негізі сен былай логикаға салсаңшы, сол логикаға салсаң, ислам әлемі оған қарсы шығып пәтуа шығарып тұрса барлық мемлекетте. Бірақ олар өйткен жоқ. Яғни ол олар қолдайды деген сөз. Сен логикаға салсашы сен. Ол бір ма? Жаңағы Құранда сүресін ұмытып қалдым, аятын ұмытып қалдым. Мына жерде комментарий астындағыларын жазыңдаршы. Мен ана жолы ғана осы оқып едім, осы Құран мен сүрені. Әйел адам көшеге шыққан кезде жаңа омырауын жауып жүріңдер деген бар да, сүресі. Құран сүренің ішінде аят бар да сондай. Жауып жүріңдер деген. Үйге келген кезде қайнатаңның көзінше, қайныныңның бүкіл жаңа жиенінің болсын, жиен қайнаған болсын, нағашы үйдегі құл еркек шахуаты жоқ, құл еркек әйелге несі жоқ, шахуаты жоқ. Сондайлардың көзінше омырауларыңды ашуға болады деген, яғни емшегіңді ашып жүруге болады деген. Оған не дейсің? Қай сүре оны өзіңіз айтыңызшы, мен оқиын. Жоқ, ол жерде ашып жүруге болады демеген, былай жазған. Соған келтіргенде айтқан, что солардан басқа дейді, басқалардан жаңағы жиенің, туысқанның, құлдарың, жаңағы өзінің інің, бауырың, ағаңның баласы, солардан басқаға ұятты жерінде көрсетуге болмайды дегенде, солардан басқаға дейді. Нет, туысқандарыңа можно, что ли? Туысқандарыңа енді болады деп қой енді, дұрыс қой енді. Туысқандарыңа болады деп қой. Анаған можно, мынаған нельзя. Не деген не ол? То можно болып тұр ғой. Мен бірінші рет естіп отырмын ондайды ше. Антислам маған дәлелдесін соны бірінші. Дәлелдесем не бересің, соны айтшы. Дәлелдесем не бересің? Дәлелдесем сен еркек етіп мойындаймын, сен просто айтып отырсың. Дәлелдесең тағы шығып кетесің бе? Дәлелдесе? Сол именно омырауын туысқандарына көрсету деген жерін көрсету керек маған. Жоқ, ұятты жер. Саған мынау.
Жоқ, енді антислам неге сөзден тайып отырсыз? Сіз маған конкретно айтыңыз. Атаңа, ана Ұятты жерім деген жоқ, омырауым деп кіргізші мені шығарып жіберіп. Сіз айттыңыз Көбі именно ұятты жерім деп айтылмаған, омырауы деп айтылған именно. Жоқ, неге сіз ұятты жерін деп айтып отырсыздар енді? Айтыңыздаршы маған. Түсінбей жатырмын сіздерді. Омырауын деген, омырауын. Яғни емшек. Көрсетіңізші енді қай жерінде жазылған. Оқиын мен. Прям енді орысша оқып беремін, бірақ енді түсінесіз. Езат айтып береді қазір. Езат, армысың, не есіңде ма сол қай сүре, қай аят? Тоқтаңыз, мен қарап жатырмын, негізі Ниса сүресінде болу керек. Жақсы. Ниса емес, басқа сау деймін, по-моему. Или Ниса ма? Ниса сүресінде болатын. Мына араб құлдар өз дінін білмейді ғой, мына араб құлдарға сонда көздерін ашып беріп, мыналарды оқыту керек бұлар. Құрандарыңды оқыңдар жақлап. Мен қарайын әзірі, тапқан кезде айтып беремін. Мына тәңіршіл болам дейді ғой, дәлелдесең дейді. Сенбей ма? Сенбей аты соған аға. Мен айттым, дәлелдесем не бересің деп едім. Сосын Шынар Рақбе, тәңіршіл боласың ба деп еді. Иә, тәңіршіл болам деді ғой. Енді көремін, жігіт аяқтың бар екені рас. Менде бұрын оқыған, бірақ қайсы аят екені мен есімде жоқ. Менде қой кітап, мында Құран бар қасымда. Онда қоятындар бір минут, ағайындар, міне. Временный брак мутта дейді. Брак для удовольствия или временный брак шиге дейді. Форма брака у мусульман шиитов, заключаемого на определенный срок от часа до нескольких лет. Временный брак, временный. Мен саған оқып беріп алып жаңа тауып беремін ғой. Мен шиит емеспін. Временный брак дозволен у шиитов и запрещен у абсолютного большинства суннитов. Данный брак определяется парой по взаимной договоренности на какой-либо срок. При этом в договоре оговаривается содержание жены вместо нақты вознаграждения при расторжении брака. Шыныбай, короче, негізінде бұл ше, бұл кәдімгі Мұхаммедтен түскен, бұда бұл не дейді анау сенде де аят дейма, сонда да жазылған Айшаның өзінен де нелер бар, хадис па, қалай өзі. Мен өткенде айтып тыңдасай, сол діншілердің әңгімесінде конкретно олар уже точно тауып дәлелмен бір-бірінің бетін ашып жатыр да. Мен қазір тауып беремін қазір негізі, пока айтам едім. Жақсы болсаң Сұлтан аға. Ана жерде айтып жатыр ғой, шииты деп ше. Отменный у суннит. Мұсылмансыңдар ғой. Сонда шиит пен сунниттің разницасы бар ғой. Мен мысалы олардың бір сендер онда екеуің сонда сектасыңдар ғой онда екеуің де сектасыңдар ғой онда. Сен де естіңші, мен сөйлеп алайын да, сөз беріп отырсың. Араб құл, сендердің миларыңа мен түсінбей ме? Миларыңаша қара. Егер де сендер шииттерді, шиитті жаңағы толкование дейді ғой, шиитский толк, суннитский толк дейді ғой. Шииттерді сендер егер де мойындамайтын болсаңдар, сендер былай істеулерің керек еді да, сол 6-шы ғасырдан бастап шиизм болды ғой. Шиизм мұсылман дініне қарамайды, исламға жатпайды. Яғни ол басқа дін деп пәтуа шығаруларың керек еді да. Қазір де болса да, баяғыда болса пәтуа шығаруларың керек еді. Бірақ та шиизмді сендер мұсылмандыққа жатқызасыңдар ғой, исламға жатқызасыңдар ғой. Исламға жатқызғаннан кейін болды уже. Сендер ол исламда бар деген әңгіме уже. Түсіндің ба? Сен өйтіп бастарын ала қашпаңдар. Шиизм бөлек, суннизм бөлек, анау бөлек деп. Олай болса исламға жатқызбаңдар оларды. Мүлдем басқа дінге жатқызыңдар. Жатқызбайды. Қараңыз. Неге жатпайды? Ой, мынау сен таза сен не екенсің ғой сен. Неге жатпайды? Ислам деген екіге бөлінеді, бас жағы. Шиизм болады, суннизм болады. Шиизмнің ішінде де бәленбай тармақ бар. Жаңа ағымдар бар да. Суннизм ішінде де бәленбай ағым бар да. Суннизм ішінде вахабизм жаңа суннизмге кіреді. А шиизмнің ішінде алавиты, тағы да бір нәрсе виты, сондайлар бөлінеді. Дұрыс па?
Дұрыс қой. Міне мен қазір басқасын суннизм төртке бөлінеді одан кейін бар. қара ислам глобал деген неде жазып қойған. Суннитские и некоторые шиитские ученые рассматривают никах мутта как форму легализации проституции с позиции исламского права. Түсіндің ба? Рассматривает тек кәдімгі. Зина деген нәрсе ғой ол, зина. Басқа әйелмен мысалы енді қараса қайтадан оқимын, тыңдашы, әдемілеп тыңдашы отырып. Суннитские и некоторые шиитские ученые рассматривают никах мутта как форму легализации проституции с позиции исламского права дейді. Енді не керек еді басқа сендерге білмеймін. Айтты ғой суннитский некоторые шиитский деп тұр. Некоторые шиитский деп тұр. Көрдің ба? Бастысы суннитский деп тұр. Саған одан басқа не керек саған? Осы Сирияда болды осындай халал жихад деген ба сондай? Халал секс деген ба? Иә. Оның сол қайсысы сол біреу қолдап шығады ғой? ИГИЛ ма біреу, ә? Иә, мына сол жаңағы сол Сирияда болды ғой, сол суннитский мемлекет қой сол Сирия. Суннитский мемлекет қой. Сол жерде болды ғой сонда. Әскерлерге керек деп та сондай. Иә. Сондай бір жағдай болған негізі қай бір жылдары. Сосын оны елдер күліп еді ғой, егер ондай секс жихад жасайтын болса, әскерлердің бәрін жаңағы сифилиспен ауырып өлтіріп қояды ғой деп ше. Иә. Сондай әңгіме болған қай бір жылдар. Ол, короче, былай ғой, халал проституция ғой, былайша айтқанда. Көрсетпей сұрап алу деген сияқты әңгіме ғой. Халал проституция. Сұрасаңшы, жаңағы шолпан деген оқыған біреу сияқты бір мен дәлелдеп берейін дейді, не дәлелдейтін тыңдайшы. Шолпансыз қырғызсыз ба? Шолпансыз қырғызсыз ба? Микрофон. Қазір мен сөйлеймін. Да, қосыласы. Ой, не тыныш болып қалдыңыздар? Шолпанды күтіп отырып